Кітап нөмір 136 Марат Қабанбайдың повестер жинағы. Бұл кітапқа ол кісінің 4 повесті енген екен. Жалпы кітаптың жалпы саны 275 бет. Ішінде 4 повест. Марат Қабанбай бізде алғашқы кездесіп тұр. Ол кісі 1948 жылы 22 наурызда Зайсан ауданының Қараүңгір деген ауылында дүниеге келген екен және 2000 жылы Алматы қаласында 26 сәуірде 52 жасында қайтыс болған. Енді шыны керек повестер өте тартымды. Ең бірінші повест кітаптың атауымен аттас, Арыстан, мен, виолончель және қасапхана деген повесті, хикаяты 78 беттен тұрады. Бұл кісінің 29 жасында жарық көрген шығармасы. Асан деген баланың Арыстан деген иті және кейіпкерлері болады. Виолончель деген әкесінің жаңағыдай ойнайтын аспабы және қасапхана деген осы Асан өзінің бірінші жақтан баяндайды. Әкесі мен анасы болады, 36 жастағы әкесі. Анасының мінезін сипаттайды. Көрші балалармен жаңадан көшіп келген қасапхана жұмысшысының ұлы Шыңғысханмен, өзінің бірнеше жас кіші Шыңғысханмен бірнеше рет ойнайды. Оның көңіліне толмай оны соққыға да жығады. Ақыры әке шешесі көршілерін шақырып алып екеулерін татуластырған болады. Бірақ Шыңғысхан сондай қиқар дейді, кептерді ұрлайды, арыстанды жегіп алып шанаға жегіп жүреді. Сондай бір бұзақ қылықтар жасайды. Соған осы Асанның жыны келіп арасында жаңағы жұдырығын иіскетіп жүреді. Сондай бір бірінші жақтан жасөспірім баланың атынан баяндалған повест. Жалпы қасапхана соңында осы Шыңғысханмен еріп әкесінің жұмысына тамақ апарады екен. Түскі уақытта соны бірге еріп барса, қаланың шет жағында қасапхана бар екен дейді. Оны білмеген Асан жаңағыдай қатты шок жағдайына түседі. Себебі малдарды ешқандай пышақсыз жаңағыдай өлтіріп, оның етін шаруашылыққа қолдану үшін сондай өгіздерді ет бетінен құлатып жаңағыдай қасапшылық жасатқаннан кейін оған қатты жүрегі ауырған Асан ақыры осы қасапхананы өртеп тынады. Енді бұлдан қарағанда маған екінші повест қаттырақ ұнады. Екінші повесті сурет салғым келмейді дейді. 65 беттен тұрады. Ержан деген жігіт бала үйінде сабағын жаңағы 6 сыныпты бітіргеннен кейін ауылда класстастарыменен жаңағы жұмыс істеуге бармай үйінде әкесі алып қалады. Үй саламыз деп өзінің үлкен 2 ағасы болады. Сейсен, Әскен деген ағасы әскерде болады. Сейсен деген ағасы сол сыныптағы балаларменен жайлауға жұмыс істеуге кетеді. Ержан әкесімен бірге көмектесіп кірпіш құяды. Сол кірпішті құю барысында өзінің ойы, анасы біраз аурушаң болады, анасына дейін уайымы. Сөйтіп жүрген кезде әкесі өзі бір жерге жұмысқа кетіп бара жатып Ержанға айтады: "Мына кірпіштерді құйып қой" деп тапсырып кетеді. Алайда құйып қойған кірпіштерін 2 қораз бір-біріменен шекісіп үстіне шығып жаңағы қиратып тастаған екен. Әкесі келгеннен кейін сол кірпіштерді көріп Ержанға ұрысады және бір досымен сиырға барған кезде ол өзінің дальтоник екенін, яғни ұқсас түстерді ажырата алмайтындығын айтқаннан кейін бұл да Ержанды мүмкін мені жұмыс істетуден босататын шығар деп әкесі мен анасын алдамақшы болып сиырды әдейі қасақана ауыстырып келіп өзінің дальтоник екендігін айтады. Бірақ оған әкесі сене қоймайды, анасы сенгенмен. Сол секілді осындай жағдайлар болғаннан кейін әкесі ендеше бір күн үйде жат, ештеңе істеме, бірақ есіктен аттап шығушы болма деп үй қамаққа тырнақшаның ішінде қалдырып кетеді. Сол кезде көрші үлкен ағасы Әскеннің әскерден хат жазып жүрген сүйіктісі, жаңағы қызы, соның бауыры қожалақ келеді үйге. Шамамен 1-2 сыныпта оқитын бала, бірақ сондай қу пәле болады. Үйге келіп сондай дәрет сындырып жүрген кезде Ержан кәмпит берем деп алдап алып шақырып десе де, ол сенің әкең үйден шықпасын деген, маған аңдысын деген, сені ертең көкеңе айтам деп өзіне қарсы уәждерін айтып кетеді. Сөйтіп Ержан оны ұстап алып жаңағыдай
аяқты көрсетемін деген кезде ол жаңағы сытылып шығып, алдап, қашып, мазақтап, ақыры штанын шешіп, жаңағы құйрығын көрсетіп, не кәмпит деп жаңағыдай өзін тақырға отырғызып кетеді. Сонымен осының барлығы Ержанның сондай бір көңіліне тиіп, жыламшы болған Ержан ендеше мен кеттім деп тамақтарын бәрін алып алып, жаңағыдай үйінен кетіп қалады. Әке-шешесі үйіне келсе Ержан жоқ, есік ашық, бүкіл іздемеген жері жоқ. Әкесі қойып жүрген темекісін де қайта тартып, ауылдың учаскелік инспекторына барады. Сонымен 2-3 күн бойы сабылып, ешқай жерден таппағаннан кейін жаңағы учаскелік инспектор айтады: балаңыз бірдеңеге қатыса ма дейді. Қатысады, сурет жаңағы секциясына қатысады. Ендеше маған соңғы суретін көрсетіңізші дейді. Соңғы суретін алып барса, жаңағы шатыр үй салынған екен. Сонымен айтады: ендеше мен таптым деп, сыныптағы балаларын шақырып алып, қандай жерде тығыласыңдар, ана Ержанды тауып ал келіңдер, мен сендердің кезінде кәмпескеге түскен астықтарыңды қайтарып беремін дейді. Сөйтсе, ол Ержан өзінің үйінің шатырының ішінде жатқан екен бірнеше күн. Анасы содан ауырып, ауруханаға түскен екен. Және сабақ оқу жылы басталғаннан кейін сурет секциясы басталып, ең бірінші сабақта Ержан бұлқан-талқан болып, жаңағы сөмкесін жинап алып, мен енді сурет салмаймын деп, сыныптан шығып кетеді. Сондағы астарлы мағынасы: осы суреттің арқасында мен ұсталдым, сол қателігімнің арқасында анам ауырып ауруханаға түсті дегендей ішіндегі бір күйіктер болуы ықтимал. Енді үшінші повесті «Бақ-бақ басы толған күн». Бұл 67 беттен тұратын повесть. 27 жасында жазыпты Марат ағамыз бұны. Ішінде Заманбек деген жігіт. Енді бұл повестердің барлығында да осындай 12-13 жастағы жасөспірімнің өзі қожа секілді өз тарапынан айтатын, баяндайтын оқиғалар. Заманбекті әкесімен бірге қырманға кетеді. Сондағы оқиғаларды баяндайды. Оқас деген өзінен жас үлкендеу, бірақ сондай бір әрдайым таяқ жеп жүретін бір бұзақы сотқар жігіт болады. Сонда Қоқай деген қырмандағы жаңағы бір көкесімен әңгімелесіп, соның қызықты оқиғаларын баяндайды. Сөйтсе, бұл Оқас сол Қоқайдың баласы екен негізі. Оны артынан біледі. Заманбектің сол секілді Күләш деген кластағы сүйікті қызы болады. Осындай бір жасөспірім баланың қиялындағы, ойындағы керемет жеткізген оқиға желісі. 4-ші повесть «Еркін сабақ». Бұл да маған қатты ұнады. 52 беттен тұратын повесть. Бұл мектептегі жаңағы шындықты ашқысы келіп жүрген ұлт жанашырлары туралы сабақ. Яғни мектепке әдебиет сабағы басталатын кезде Сәбит аға деген әдебиет пәнінің мұғалімі болатын дейді. Сол кісіні сипаттайды, қалай жүретін, тұрысын, шашын, кекілінің қайратына дейін. Сол кісі кенет жаңағы акт залына жиналамыз деді дейді. Жазушымен кездесу болады деп айтты дейді. Біреуі қазақ жаңағы поэзиясының генералы деген бір кәрі ақсақал келді дейді. Және жас бір Төстік деген жас жазушы келді дейді. Ол сол Төстік шығып алып, Сталиннің саясаты теріс болған деп жаңағы шындықты айқара ашып бастады дейді. Ол кезде ондай нәрсе айтылмайтын дейді. Оны көріп бәріміз аузымыз ашылып қалды дейді. Сол жағдайдан кейін Арслан Ардақаевич оны тоқтатып, балаларды таратып жүрген, бірақ бірнеше күннен кейін Сәбит аға сол Арслан жаңағы Ардақаевич директорының қатысуымен сабақ жүргізді дейді. Сабақтың жүргізу формасы еркін тақырыпта болды дейді. Және сол тақырыпта Сәбит аға шындықты айқара ашты дейді. Бір ақсақалды шақырып алып, қалай ашаршылық кезі қалай болған, репрессияның бәрін, балалардың көздері ашылсын деп шындықты айқара ашты дейді. Және бұлар Ғабиден Мұстафинның «Миллионер» деген шығармасын талдайды. Сондағы да шошқа баққан қазақты айыптап, жалпы оның идеясы дұрыс еместігін келтіреді. Енді бұл жігіттің аты Бектас деп аталады. Бектас та осы жаңағы миллионердегі түсінгендігін айтып келтіреді. Сонымен ақыры директор оған Сәбитке
қарсы шығып жаңағы педсоветтен қарайтындығын айтып шығып кетеді. Кейін педсоветтен осы совет ағаны қудалаған болу керек. Кейін совет ағасымен Бектас кездескен кезде мен бұл мектептен кетем, немесе жұмыстан кетем, басқа жаққа ауысам, бірақ мені бұл жақта қалдырмайтын шығар деп өзінің ішіндегі уайым мұңын айтып шертеді сырын. Бірақ сондай бір шығарманың құндылығы шындықта айтқан, сондай ақиқатты айқара ашқан жаңағы тақырып болып табылады екен. Енді осы 4 повестің ішінен маған осы еркін сабақ қатты ұнады. Одан кейін сурет салғым келмейді ұнады. 3-ші орынға Арыстан мен виолончель және қасапхананы қоятын едім, және 4-ші орынға Бақ басталған күн повестін қояр едім. Сонымен жақсы, Марат Қабанбай ағамыздың шығармаларында сондай бір жеңіл сарказм, және бір әжуа бар екен, және өте керемет шебер жазады екен. Әсіресе мектеп жасындағы оқушыларға оқуға кеңес берілетін тамаша туындылар болып табылады. Енді келесі кітабымыз Бақыт Өмір Шалғынбай, Шығыстағы текетірес.